Так, мамыр айы да келіп жетті. Ендігі кезектерде сіздермен бірге асқабақ отырғызамын. Көріп тұрсаңыздар, міне қазір кешкірім уақыт, яғни күн батты. Міндетті түрде кез келген көшетті күн батқаннан кейін отырғызасыздар. Міне алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, кәдімгі үйдің отырғызатын гашуаны отырғызылған. Бұл асқабақ, және де міне екіншісі бар. Бұл асқабақ жай асқабақ емес, мускатный деп айталады ғой. Дәні аз, еті өте көп. Сол асқабақты егейін деп тұрмын. Яғни 5 тұқымнан тек екеуін ғана ектім. Соны міне кішкене онда жайлап бастап отырғызамын. Ең бірінші мына жерде жеріміз қазулы, соны дөңгелек қылып істеп аламыз. Қазіргі кезде мына жерде менде бір жерді осылай дөңгелетіп, және де әр жағынан не істейтінін қазір көрсететін боламын. Міне жерімізді дөңгелетіп дайындап алдық. Ендігі кезекте мен әбден бұны шұңқырлатып енді қазамын. Яғни өзіміздің горшогымызға сәйкес тамыры өте терең, жаңағыдай көп, сол себептен әбден терең қылып қазамыз. Міне қазып қойдық. Ендігі кезекте асқабақтың өзін алып қараймыз. Міне дәл келіп тұрғандай. Ендігі кезекте бұны түсіреміз. Міне алып шықтым. Яғни бұл қарап тұрсаңыздар, астында қағаз тұр. Қағаз бұл яғни артық жаңағыдай топырақтың асты тесік болғандықтан түсіп кетпеу мақсатында, және де дымқылдықты ұстау мақсатында салған болатынмын. Міне көріп тұрсаңыздар, барлығы қурап қалды. Міне тамырларды қарасаңыздар, асқабақты егер мына жеріне шейін жапсақ, міне осындай қайттан тамырлар шыға бастайды. Яғни бұл да қызанақ сияқты, міне артық тамырлары шығып жатыр. Енді кезде жайлап саламыз. Бұл қарап тұрсаңыздар, тек қана таза көңге егілген. Асқабақ негізі сол көңді жақсы көреді ғой. Салып болғаннан кейін, қазір сіздерге көрсетейін. Менде мынандай жұмыртқаның қабығы бар. Қазір енді бізде тауықтай өте көп толып жатыр ғой. Соны салып шығамын. Бұл неге? Бұл да жаңағыдай кальций ретінде мол болса сіздерде молынан салып шығу да болады, әрине. Өздеріңізге байланысты. Және де кез келген мынандай мысалы шөптерді салып жүрсеңіздер болады. Бұлар шіріп аржанан көңге айналып кетеді. Қазір мен тағы да салып шығайын. Барынша тамырын салмағандарыңыз дұрыс. Себебі қанша деймін шөп шығып кетеді. Сол себептен барынша тамырларын алып тастаған дұрыс. Қорықпаңыздар, шіріп кетеді деп, яғни ол топырақ болып айналып кетеді. Содан кейін жасыл шөпті бұл жаңағыдай көместе бізде асқабаққа ең бір жасылдығы үлкен болғаны байланысты асқабағымызда сондай көлемді болады. Яғни соған байланысты жапырағының үлкендігіне асқабағымызда өте керемет болады. Сол себептен жұмыртқаның қабығы болсын, шөпте және көң болса, көңді де аямай салсаңыздар болады. Енді кезекте әбден жабамыз. Қолымда күрек бар, мен қолыммен жауып жатырмын. Әбден жабамыз. Нығыздап екі жағынан бетіп басасыздар. Яғни артық ауа кіріп кетпеу керек. Мына жапырақтар сарғайған, себебі ол неге? Жаңағы біздің горшогымызда артық витаминнің уже біткен деген сөзі. Сол себепті міне жерге отырғызғаннан кейін барлығы уже алып кетеді. Енді әбден осылай жылы суымызды қиямыз молынан. Басқа ештеңенің қажеті жоқ, осылай алып кетеді. Солай канал жазуды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.